Ассалаумағалейкум барша фотошоперлер, барлығыңызға қайырлы күн. Мінекей біздің кезекті фотошоп сабағымыз, Pixar сабақ. Мен бүгін бір в гости Робинсон деген мультфильм, қателеспесем, осы мультфильмнің стиліндегі мінекей Пузырки осы Зичадо деген фотошопер жасаған болатын. Осы инстаграмда көрдім, бірден ұнады, қалай жасалуын бірден ойыма түсті да, бірден жасағым келді осы фотошопты. Жасалу жолы өте оңай. Қазір видео сабақ барысында көресіздер. Бізге алтын балық деген сабақты еске түсіреді, бірақ та одан сәл басқашалау. Біз фотошопымызды бастайық онда. PixArtқа кіреміз біріншіден. Қазір PixArtты мен ашайын. Окей. PixArtқа кіреміз. PixArtта дәл осы мен осы зданияны таңдап алдым. Білмеймін сіздерге қай здания ұнайтын. Осы здания тура келетін сияқты болды. Қазір біз бұны басқаша стильде қыламыз. Бірінші инструментке кіріп, превьюға кіріп көтересіздер, яғни жарық қылып аламыз. Сосын FX-ке кіріп, блур қылып аламыз. Бізге фото блур болған жақсы, себебі қазір біздің объектілеріміз четко көріну керек. Әлде негізінде барынша блур қыла бергендеріңіз дұрыс. Мен видеода сал азырақ блур қылып қойыптымын, ол фотоларыма кері әсерін тигізді. Енді добавить фото. Арнайы қырқылған клип арттарды мен фото қылып салам, осыларды алыңыздар. Және де қазір главный фонға өздеріңіздің фотоларыңызды қойыңыздар міндетті түрде. Кішірек қылып, кәдімгі анау 3D фото, күс деген фотоларды білесіздер, адамдарды, басқа да заттарды осылай шашып қоятын. Біз ұзақтағылар осындай кішкентай болады, оның қоюлығын кішкене азайтып қойасыздар. Тура бір ұзақта кетіп бара жатқан сияқты. Әрқайсысын әр жерге өсіп шашып қоя бересіздер. Кішкентай қылып, ұзақ қылып, дәу қылып, жақындатып, мынау осы қызылдағын сіздер елестетіңіздер, главный фонда осы жерге өздеріңіз қоясыздар. Яғни осы жерде сіздер тұруыңыз керек. Яғни мен бұлай түсіп жүрге уақытым болған жоқ, арнайы бір клип артты ала салдым. Сіздер осы жерге өздеріңіз арнайы осылай тура осылай столға ма, жерге ме осылай құлап жатқан сияқты суретке түсіп, кейін қырқып алып қоя бересіздер. Бірінші осылай адамдарды шашып болып арнайы сақтап аламыз. Кейіннен пузыркелерді, яғни көпіршік дейді ма, соларды арнайы бөлек аламыз. Тура дәлше алтын балық сияқты тура осылай ішіне қарап кигіземіз. Енді бұны кигізгенде әйтеуір үстіне басып қоя салмаймыз. Енді үстіне басқан кезде шамал мән беріңіздер. Мінекей тура аяғына қарап турлаңыздар. Мінекей аяқпен бел тура соған тиіп жатқан сияқты болсын. Мынандай осы ақ киімді адамдарға, яғни осы удобно. Қалғандарына үлкен қылып қоя бересіздер. Шамал қоюлығын азайтыңыздар, егер сәйкес келмей жатса. Так, енді біздер дәлше осылай істеп кете береміз. Әрқайсына аппараттар қоясыздар. Мінекей қырқамыз. Осыны көп ол жерде. Тек қана бізге бір ғана пузырки керек болады. Мінекей осыны шамал үлкейтейін, бұл ішінде кетіп бара жатқан сияқты болсын. Шамал азайтамыз. Дальше тура сол жүйемен барлығына осылай қойып шыға бересіздер. Ешқандай да қиындық жоқ. Мінекей қызылды мен әдейі осылай қызыл түстегісін таңдап алдым, себебі бұл жерде главный фонда сіздер өздеріңіз көрінулеріңіз керек. Ал арт жақтағылар тура бір қала осылай ұшып бара жатқан сияқты сіздерге массовка қызметін атқарады олар. Мінекей дальше тура осылай қыламыз. Енді бізге в гости Робинсон деген мультфильмнің несі керек. Енді эффектті басып алайық. Айтпақшы, бірінші бізге блур керек болады. Эффекттің ішінде екінші блур тұрады. Оны мінекей иньян белгісін бассаңыздар, размерін үлкейтіп, несін твердості азайтып, оны ұзақта тұрғандарды мінекей кішкене блурлап қойыңыздар. Кішкене майдаларын. Ол тіптен сіздерге эффект береді. Қазір окейді басамыз. Енді шамал блурдың күшін азайтып қойыңыздар. 5-4 нормальный. Тура бір ұзақта көрініп тұрған сияқты болады. Енді FX-ке кіріп міндетті түрде эффекттер маған ұнайтыны ол әрине Джокер. Джокер ұнайды маған. Джокер турада келіп тұр осы жерге. Негізінде драма қалғандарын көрген жоқпын. Джокерді бір басам, HDR-ді үстіне міндетті түрде HDR-ді басамыз. HDR қатты емес, кішкене бассаңыздар жетеді. Мінекей HDR-ді бастық. Дәл осы главный фонға өздеріңіз қойсаңыздар әдемі көрінеді. Енді тағы да добавить фото. Добавить фотоға кіріп, жаңағы мультфильмнің логотипін таңдап аламыз. Енді қойсаңыздар болады, қоймасаңыздар, бірақ қойсаңыздар әдемі шығады. Логотип маған ұнады. Дәл осы логотипті бір шетке немесе өздеріңіз ыңғайлаған жерге қойып қоя саласыздар. Аса қатты қиындығы жоқ. Мінекей логотипті қойдық. Меніңше сабағымыз осымен біткен сияқты. Сіздер достар, тағы да бір кеңес. Главный фонға міндетті түрде өздеріңіз қойыңыздар, қызыл тұрған жерге, себебі түрлеріңіз анық көріну керек. Қалған артындағылар жай ғана массовка тура оларда ұшып бара жатқан сияқты. Әрине
мен сондайларды таңдап алдым. Мінекей главный фонда сіздер тұрсаңыздар, бұл шынында да керемет шығады бұл фото. Гарантия берем дегенсің ба? Достар, шынында да ұнайды деген ойдамын осы фотолар. Мен керекті фотоларды мен ВК группаның комментарийіне қалдырамын. Егер ютубтан көріп жатсаңыздар, описанияға кірсеңіздер, бірінші жазу тұр, сол жерге кірсеңіздер көре аласыздар. Сау саламатта болыңыздар, сіздерге ұнады деген ойдамын.